Түн мезгілі құлағымда құлаққап, ұйықтай кеттім бір әуенге тұрақтап. Кенет бір сәт ояна кеттім дыбыстан, адамдар екен. Тыңдап көрсем құлақ сап, жылап тұр бәрі. Түсінбедім неге деп, үн қатпады, қойғандай бәрі шегелеп. Жауап беру былай тұрсын ешкімнің түрлері жоқ. Мені көріп елемек. Бір мезетте көзім түсті кебінге. Жақын бардым, кім болды екен дедім де. Бетін ашып көрген сәтте таң қалдым. Уақытым сонда бітті ме деп менің де. Мүмкін емес мен болуым бұл адам. Бірақ бәрі досым ғой жылаған. Ажал айтып келмес деген осы екен. Аралап та үлгермеп ем күнәдан. Көкейімде қалды өкініш лаулаған. Кімге өкпелеймін мұны өзім таңдаған. Күні ертең ақ намаз оқимын дегенім бос сөз екен. Құры өзімді алдаған. Келіп қалдым үйіме де қабір деген. Орнына да қойылды жабын денем. Үстімде де топырақпен жауып болап тастап кетті. Мен осындай халімменен қалай шыдаймын деп жатқанда сынағына суық дауыс естілді құлағыма. Қорыққаннан жауап та бере алмадым. Раббың кім деп қойылған сұрағына. Денем дірілдеп құрысқандай, қабір келіп қыса түсті бұрыштан жай. Көрмедің деп қиналған қызыл тілім, кәлиманы айтуға тырысқандай. Сол сәтте шошып тұрдым қорқыныштан. Түс екен деп қуандым толқыныштан. Қарасам таң намазы кірген уақыт, жай намазға асықтым сол тұрыстан.